Сәлеметсіз бе оқырман? Өмірлік мәні зор, тәрбиелік, ойландыратын оқиғаларды назарларыңызға ұсынамыз. Каналға тіркеліп алыңыз. Мен соқырмын, көмектесіңізші. Бір күні соқыр адам бір мекеменің баспалдағында қайыр сұрап отырды. Алдында қалпағы бар еді. Кестеде «Мен соқырмын, көмектесіңіздерші» деген жазу бар еді. Қасынан өтіп бара жатқан ақ көңіл адам тоқтады да, бірнеше тиын тебен тастап, кестеге жаңа сөздер жазып іліп кетті. Таңертең ол қайтып келгенде, қалпақ ақшаға толғанын көреді. Соқыр қасына келген адамды жүрісінен танып, не жазып кеткенін сұрайды. Ол ерекше ештеңе жазбағанын, аздап өзгеше жазғанын айтады да кетіп қалады. Ол сөздер мынау еді: қазір көктем, бірақ мен оны көре алмаймын. Сіздер бұл жағдай туралы не ойлайсыздар? Неліктен адамдар екінші жазуға көңіл аударды? Басқа пәле тілден. Бір ауқатта ел ақылгөй қариядан кеңес сұрауға келеді. Ол жан дүниесін таза ұстағысы келетінін, бірақ жеңе алмай жүрген бір кемшілігі бар екенін айтады. Ақылгөй, егер шын ниеті болса, жеңілмейтін кемшілік жоқ екенін айтты. Әйел өзінің кемшілігі басқалар туралы әңгімелейтінін, қанша талпынса да осы әдеттен құтыла алмай жүргенін айтады. Маған көмектесе аласыз ба деп сұрайды. Жақсы, дейді ақылгөй. Базарға барып тауық сатып ал. Үйге қайтып келе жатқанда, мамықтарын бір-бірлеп жұлып, көшеге лақтыра бер. Сосын маған кел, дейді. Әйел таңғалады. Келесі күні барлық айтқандарын бұлжытпай орындап қайтып келеді. Өте жақсы, дейді ақылгөй. Бірінші тапсырманы орындадың, енді екінші тапсырманы орында. Базарға бар, қайтып келе жатқанда, кеше лақтырған қауырсындарды теріп ал, дейді. Бұл мүмкін емес қой, дейді әйел. Жел оны жан-жаққа ұшырып алып кетті. Қалай жинап аламын? Бұл сөздер әйелге қатты әсер етіп, ол үйге келген соң, жаман ойлар мен басқалар туралы нашар сөздер айтпауға бекінеді. Ұлылар биіктеген сайын аласарады. Көктемгі су тасқыны кезінде Хуанхэ өзеніне көптеген өзендер келіп құйып, су арнасынан асып кетеді. Судың тасқаны сонша, жағалаудың бір шеті мен екінші шетіндегі тұрған тірі жанды айыру мүмкін емес еді. Хуанхэ өзенінің иесі масаттанып шығысқа қарай жүзді. Бір кезде мұхитқа келіп жетті. Айналасына қарап еді, мұхиттың шеті мен шегі жоқ екенін көрді. Ол басын бұрып жан-жағына біраз қарап тұрды да, мұхитқа құрметпен бас иіп, күрсінді де былай деді. Мен мұндай шексіздік барын білмеп едім. Егер мен осы қақпаға келмегенде, басқаларға күлкі болып жүре беретін едім. Өйткені мен жоғарылар бізден де ұлылар бар дегенге сенген жоқпын, деді. Мұхиттың иесі айтты. Құдықтың түбінде өмір сүретін бақаға мұхит туралы айту ақылға симайды. Ол өзінің апанынан ешқайда шығып көрген жоқ. Тек қана жаз мезгілінде өмір сүретін шыбын-шіркейге қыстың суығы мен көктем туралы әңгіме айтуға болмайды. Ол шектеулі уақытты ғана өмір сүреді, дейді. Мұхитқа шығып, сен өзіңнің кішкентай екеніңді көрдің. Мұхитқа жүздеген өзен келіп құяды. Бірақ ол сонда да тасып кетпейді, сарқылып та қалмайды. Ол көктемде де, күзде де өзгермейді. Су тасуы немесе құрғақшылық дегеннің не екенін білмейді. Ол өзін ешқашан, ешқандай өзеннен артықпын деп есептеген емес. Өйткені аспан және жермен салыстырғанда өзін тамшы сияқты сезінеді екен.
Адамды сүю адамгершіліктің түп қазығы. Жағдайды талдап, өз көзқарасыңызды айтыңыз. Бұл Сиэтлдегі Олимпиада ойындары кезінде болған еді. Мүмкіндігі шектеулі 9 атлет 100 метрлік қашықтықта жүгіруге алаңға шықты. Олардың толқулары көрініп тұрды. Олардың әрқайсының жүздерінен жеңіске жеткісі келетіндіктері байқалатын еді. Белгі берілген сәттегі толқуларын жеңу оларға оңайға түскен жоқ. Көбінде ебедейсіз қимыл қиындық туғызса да, олар алға қарай ұмтылды. Ортада келе жатқан жас атлет кенеттен жолдың шетіне сүрініп құлап тұра алмай қалды да, мәреге жете алмағанына ызаланып жылап жіберді. Стадионның үлкен мониторы құлаған спортшыны анық көрсетті. Өзге спортшылар ұзағырақ қашықтықта кетіп қалған еді. Экраннан көріністі байқап, тоқтады да кейін қарай жүгірді. Даун синдромы бар қыз атлеттің жанына барып отырып, бетінен сүйді де, дәуірсіз бе деп сұрады. Келіп жеткен спортшылар баланың тұруына көмектесіп, бәрі құшақтасып, финишке қарай қозғалды. Стадиондағы көрермендер бәрі орындарынан тұрып қол соқты. Стадион экранынан кез келген қиындықты жеңе алатын осы адамдардың бақытты жүздері барлығына анық көрініп тұрды. Бұл ерекше жандар ұлы даналықты таныған еді. Өмірде ең маңыздысы өзіңнің жеңісің емес, өзіңнің қозғалыс бағытыңды өзгертіп, тоқтасаң да өзгенің жеңуі үшін көмектесе алу екендігі. Адам болып қалу. Үлкен қаланың кішкентай ауруханасында қара шашты және ақ шашты екі ана жатты. Олар бір күнде ұлдары дүниеге келіп, өте бақытты еді. Олар балаларының болашағы туралы армандады. Ақ шашты ана өз баласының әйелі сазгер немесе жазушы, мүсінші немесе инженер болғанын армандады. Ал қара шашты ана өз баласының қайырымды адам болғанын, ешқашан анасын, өз үйін ұмытпағанын, отанын, табиғатты, адамдарды сүйгенін, қалайтынын айтты. Арада 30 жыл өтті. Қаланың шетінде кішкентай емханада қара шашты және ақ шашты ана тағы кездесті. Олардың шаштарына ақ түсіп, беттерін әжім басқан еді. Олар бір-бірін таныды. Олар бір палатаға түсіп, өз өмірлері туралы, қуанышы мен қайғысы туралы айтты. Қайғылары екеуінің де күйеуі Ұлы Отан соғысында қаза тапқан, қуаныштары ұлдары қастарында. Қара шашты ана сұрады: "Сенің ұлың кім болды?" "Атақты сазгер", деп мақтанышпен айтты. Ақ шашты ана: "Ол қазір оркестрді басқарады, дирижер. Қаладағы ең үлкен театрда шынымен менің ұлымды білмейсің бе?" деді. Әрине қара шашты ана белгілі сазгерді жақсы білетін еді. Үлкен табыстары жөнінде жақында ғана оқығанды. "Ал сенің ұлың қайда? Кім болды?" деп сұрады ақ шашты ана. "Егінші, колхозда тракторист, комбайнер, фирмада да жұмыс істейді" дейді қара шашты ана. "Көктемнен күзге дейін қар түскенше менің ұлым егін салады, егін жинайды, жер жыртады, сөйтіп отбасын асырайды. Біз ауылда тұрамыз. Оның 2 баласы бар, қызы және ұлы. Сонда да сені бақыт айналып өткен екен. Сенің ұлың ешкімге белгісіз қарапайым адам болыпты" дейді ақ шашты ана. Қара шашты ана жауап қайтармады. Бір күн өтпей жатып, қара шашты ананың баласы алыстағы ауылдан келді. Анасымен сыбырласып ұзақ сөйлесті. Қара шашты ананың көзі қуаныштан нұр шашты. Ұлы кетіп бара жатып үстелге жүзім, бал, алма қойып, тез жазылыңыз деп анасының бетінен сүйіп қоштасты. Ал ақ шашты анаға ешкім келген жоқ. "Менің балам қазір концерт қойып жүр, әйтпесе келер еді" деді ол. Қара шашты ананың баласы күн сайын бал, алма, қарбыз, өз қолымен өсірген бидайдан пісірілген хош иісті нан әкеліп,
келіп тұрды. Қара шашты ана баласы келген сайын қуаныштан жазылып кете жатқандай еді. Ал ақ шашты анаға ақыры ешкім келген жоқ. Бір ай өтті. Дәрігерлер қара шашты анаға: сіз толықтай сап-сау адамсыз, жүрегіңізде шу жоқ, соғысы таза деді. Ақ шашты анаға: сізге әлі де жату керек, сіз де жазыласыз деді. Осыны айтып дәрігер терезеге қарады. Неге екені белгісіз. Қара шашты ананы алып кетуге ұлы келді. Бірнеше қызыл раушан гүлдер барлық дәрігерлерге үлестірді. Бәрінің жүзінде күлкі пайда болды. Қара шашты анамен қоштасарда ақ шашты ана: қымбаттым, сен өз ұлыңды қалай тәрбиелегеніңді айтшы. Сен бақытты екенсің, ал мен, деп көз жасын төгіп жіберді. Мен саған шындықты айтайын, деді қара шашты ана. Сенің ұлыңмен бір күнде туған ұлым қайтыс болған. Ал мына балам асырап алған ұлым. Мен оны 3 жасынан асырап алдым. Осы күндері менің қалай қиналғанымды білсең ғой. Сен үшін тіпті ауруханадан кеткім келген еді. Менің ұлымның әр келгені саған уайым, қобалжу әкелді ғой. Мен адамды жүрегіммен сеземін. Ұлыма осыны үйреттім. Кедейлік және байлық. Бір күні кедейлік пен байлық қайсысы көрікті екендігі жөнінде таласып қалады. Олар бұл сұрақтың жауабын білу үшін өтіп бара жатқан адамға жүгінеді. Ең алғаш кездескен ер адам біздің дауымызды шешіп берсін дейді екеу. Олардың алдынан орта жастағы ер адам шығады. Алғашқыда ол екі жағынан шыққан кедейлік пен байлықты байқамай қалады. Сен тек қана біздің қайсымыз әдемі екенімізді шешіп айта аласың, дейді екеу асығып. Ер адам ойланып тұрып: қандай қиын, егер мен кедейлік әдемі десем, байлық ренжіп кетіп қалады. Ал егер байлық әдемі десем, кедейлік ашуланып маған шабуыл жасауы мүмкін. Не істесем екен, дейді. Ол біраздан соң: сіздер бірге тұрғанда мен бірден айта алмаймын. Сіздер әрі-бері жүріңіз, мен қарайын, дейді. Екеуі жол бойында қарама-қарсы жүреді. Әр қайсысы әдемі болып көрінуге тырысады. Ал қайсымыз көрікті екенбіз, деп жамырайды олар. Бір кезде ер адам жымиды да жауап қатты: сен кедейлік өте әдемісің, арқа жағыңнан қарағанда, кетіп бара жатқанда. Ал байлық сен әдемісің, алдыңнан қарағанда, деген екен. Каналға тіркеліп алыңыздар, сау болыңыздар.